Қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Міне біз егіп тастадық. Қияр, қауын, сосын кабачок, тыква деген асқабақ қой. Міне егілген, суарылып жатыр. Алдында ектік 2-3 күн бұрын. Міне ешкім Атырау қаласында дәл қазіргі сәтте 2 болды сағат 29 мамыр 30 градус, плюс 30. Осы немді сол қайшымен болсын, хотя бы қиып тастайын деген оймен. Кәдім қайшы қырқитын болмағасын қиюға тура келіп тұр. Қазір бірінші жуып аламыз. Міне енді қайшымен қиятын боламыз. Абайлап қию керек. Tamam, da geç. Ah. Ne böyle kızım. Çık. Мен ақш-бішімді қырықтым. Міне осыншама. Қырықтым деген қайшымен өзім қайшымен қиттым. Қырқитын есі болмасын. Міне осындай не шықты. Қазір көрсететін болам. Барынша алғанынша алдым енді, қараңыздар. Қалай, нормально ма? Бара ма кейін қараңыздар. Ысыламайды ғой да зато. Жақсы өсет, сосын кішкене үстіне жарты шелек су құйдым. Ысығаны басылсын деп. Міне енді барынша қырқыдым. Кішкене бар әме осы жерлердің. Алып жүрге болады, бірақ нормально деп ойлаймын. Айтып кетіңіздер комментарияға. Міне достар. Енді буаз ба, буаз емес па, нақты осы көрініп тұр ма, айтып жіберіңіздер. Міне. Қалай? Ал мынау мен алғанда өзі қырқылған болып келді. Осы достар, огородымыз суарылған. Сол қазір бір 20 жарты сағаттарда қиып тастадым осыны. Қиын болды қайшымен қию. Мына жерін істеп кетті қазір. Қайшыдан қия берген соң не олып кетті. Көріп тұрсыздар ма? Осы достар, қалай қырқылды, жақсы қырқылды ма айтып кетіңіздер қайшымен. Енді мынау буаз ба, буаз емес па, нақты білуге болады. Мынау өзі буаз емес, ешкі қара. Ой, қайра ешкі. Туып тастады ғой. Сүтін жақсы беріп тұр. Міне іші нормально бар, семірген жоқ. Ал мынау енді кішкене арықтау екен. Бұрыс жүннің арқасында кішкене семіз сияқты болып көрінді. Енді рахаттанады ғой бұл достар. Рахат. Суға шайдыртып алдым кішкене. Енді осылай жүрсін. Достар, осы егерде видео ұнаса, каналға тіркеліп кетейік, лайк бас, колокольчик басып кетейік. Сіздермен болған мен Маруф, қош, сау болыңыздар. Осы